бермей жатыр. Джейд. Джеки. Мен армандаған дүниеме қол жеткіздім, Ларсон. Мәңгілік жастық, мәңгілік өмір. Бірінші болып менің ұрттағанымды қаламайсыз ба? Мүмкін ол шығар. Оның еш қажеті жоқ. Сенің талай жылғы адал қызметіңнен кейін сенімен бөліспейді деп ойлайсың ба, достым? Бөлсесі деп үміттенем. Ларсен, сенің маған әрдайым адал қызмет еткеніңді қалаймын. О, Құдайым. Сәлем. Оны лақтырып жібер. Ларсен, сатыны кесіп таста. Мүмкін оның енді қажеті бола қоймас, мырза. Ол бізге залал келтіре алмайды. Айтқанды орында. Не қарап отырсың, Ларсен? Тікұшақты жүргізсеңші. Сен мені тоқтата алмайсың, Чан. Не істедіңіз? Парашюттерді киіңіз. Жоқ, қажеті жоқ. Ларсен екеуміз енді ажалсыз адамдарға айналғанбыз. Жоқ. Сау бол, Чан мырза. Сәлем, мен бірдеңе қағып алдым. Менің камерамай. Оны енді жөндеу мүмкін емес. Мұның ақысын 75 жыл бойы сенің еңбек ақыңнан алып отырам. Билла, Джейд. Халқымды құтқарып қалғаныңыз үшін рахмет. Сіз нағыз батыр әрі қайырымды адам екенсіз. Бірақ данышпан адам ақылдың туғаннан берілмейтінін, керісінше жүре қалыптасатынын айтқан еді. Джеки, бұл Смиттің картасы. Я, енді мантуптарды ешкім таба алмайды. Оян, Нуорманың ішінен кері қайтатын жолды қалай табамыз? Ларсен, сырт келбетім қалай? Жасарып кеттіңіз, мырза. Маған киімімді ауыстыру керек сияқты. О, Құдайым. Дұрыс келе жатқанымызға сенімдімін. Оны бұған дейін айтқансың, егер ұялы телефон болса, капитан Блэкке телефон соғар едім. Оны шақыртар едім. Қазір ол туралы ойлайтын уақыт емес, Джейд.